Таныстық тоқтап, бірден неше түрлі нәрселер жазылып кетті ғой. Айтты қой саған деген сияқты. Жоқ, уақыт осымен бүйтіп кеп тақалып тоқталып қалған жоқ қой. Әлі уақыт бар, шанс бар. Қыз тірі, мен тірімін. Өмір алда деген сияқты ғой. Сол үшін бәрі әдемі, бәрі жақсы. Только қазір жұмыстарымызды бір реттеп жібереміз да. Сонымен үшін дальше. Негізі үміткер күтемін ғой енді жобаның шарты бойынша, бірақ бәрібір жүректе сол адам бәрібір қалады. Еркектерді сыйламаса енді ол үшін олар еркек болмаған шығар. Енді әзірге мен де бір көңілін қалдырып қойған шығармын ол қыздың. Бірақ енді дұрыстап түсіндіріп, ол да ашу басылғаннан кейін мен де әрекетімді бастаймын. Мен де бір болды екен деп жоқ болып кететін адам емеспін. Рахмет үлкен. Кім бар қазір? Так. Шерхан. Қазір мен қайттан кіремін, звондаймын аға стримға кір деп. Сол үшін қайттан кіремін қазір. 587 ғой менікі негізі. Достар, номерді өтірік жазбайықшы. Жоқ, просто ботамен ойнайтын кезде өзім айтам. Ойнамайтын кезде қақсап жаза бермеңіздер. Жарай ма? Стримге кірем дейді. Білә. 747 668 2587. 974 Нұржаны деп шығады. Кімге тіркеліп аласың ғой жұмай. 707 969 74. Бас сендегі ма? Соның өзі. 707 900. Ахмет қалып 747 668 2587. Қалайсыңдар достар? Инстаграм деген тып-тыныш болып қалды бір. Біраз ештеңе салмай кірмей кетіп едім. Доносына кетіп қалды ойым статистика. Жоғалтпаймыз осындан.